Баршаңызға сәлем достар, сіздерді келе жатқан жаңа жыл мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылдық дастарханыңызға ерекше сән беретін осындай ерекше шырша тортын дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңыз таң қалары сөзсіз. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, балымызды және құм шекерімізді салып, барлығын осындай орташа отта толық ерітетін боламыз. Мінекей осылай араластырып тұрыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай барлығы толық еріген соң, беті көпіршіктеніп осылай қайнай бастайды. Осы уақытта оттың астын өшіреміз және де бір ас қасық содамызды қосатын боламыз. Және жақсылап араластырамыз. Содамен осындай реакция жүруі қажет. Сол кезде корждарыңыз көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Мінекей байқасаңыздар, светін өзгерте бастады. Светі осындай медовый, сарғыш светке енеді. Енді бөлек ыдысқа ауыстырып, толық суытатын боламыз. Бөлме температурасында 2-3 сағатқа қалдырамыз. Ал оған дейін бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды ақ көбік масса болғанша осылай миксерлеп алатын боламыз. Содан соң жаңағы толық суыған медовый смесімізді 2 бөлікке бөліп, қосып, миксермен жақсылап бірдей масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей толық араластырып болдық. Менің ыдысым кішкентай болған соң басқа ыдысқа ауыстырып алдым. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп, 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Бірден қосып қоймаңыз, себебі қатты болып қалуы мүмкін, арасы тығыз болып. Екінші бөлігін қосамыз ұнымыздың, және де қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Қолға жабысатын осындай қамыр пайда болады. Мінекей қараңыздар, артық ұнның қажет етпейді. Ұнның қанша грамм қосылғанын описанияға толық қалдырып кететін боламын. Осындай қолға жабысатын қамыр пайда болды. Холодильникке 2 сағатқа қалдырамыз. Елканың пішінін осындай А4 форматқа шығарып алдым. Осыны қазір қырқып шығатын боламыз. Қырқып алдық. Мінекей пергамент қағазымызды үстіне ұн сеуіп, қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Бірде 3 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң қамырымызды оқтаумен жаятын боламыз. Мінекей қараңыздар, қамырымыз өте жақсы болып шықты, қолға жабыспайтын. Ұнымызды аз-аздан сеуіп, осылай жайып алатын боламыз. Және де жаңағы кесіп алған шыршамызды қойып, өткір пышақпен ақырындап және әдемілеп кесіп шығатын боламыз. Бірдей кесіңіздер, сонда корждарыңыздың пішіні өте әдемі болып шығатын болады. Мінекей толық кесіп болдық, ал енді вилкамен осылай тесіп шығатын боламыз. Мінекей корждарымыз дайын, 180 градуста 3-4 минутта тез пісіп шығады. Қатты күйдіріп алмаңыздар. Мінекей корждарымыз бастапқысында өте жұмсақ болып тұрады, содан соң қатты болады. Ал енді кремін дайындаймыз. Кремі үшін бізге творожный сыр, сахарный пудра қажет болады. Екеуін миксермен жақсылап араластырып, бірдей масса болғанша араластыратын боламыз. Немесе менің арнамда көптеген кремнің рецептері бар. Пломбир кремі немесе заварной креммен дайындасаңыз болады. Ал енді сливкимізді құятын боламыз. Сливки 33%-дан жоғары болуы қажет. Сливкиміз қоюланғанша миксермен араластырып алатын боламыз. Креміміз дайын, осылай өз формасын ұстайтындай болуы қажет. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Тортымызды осылай әдемілеп, шариктер шығарып жинайтын боламыз. Жасалуы өте оңай. Кәдімгі вупипай тортының жасалуына өте ұқсас.
Достар, егер де менің видео рецепттерім ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп қойыңыз, көптеген ерекше рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей тортымызды толық жинап болдық. Ал енді оформлениясын қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен осындай апельсин және малина және осындай мастикадан қар жасадым. Мастиканы үй жағдайында дайындауға болады. Оның толық рецептісін менің YouTube арнамнан көре аласыздар. Жасалуы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер және магазиндегі бағадан әлде қайда арзан шығады. Жасап көріңіздер. Қамырдың шетінен қалған бөліктерінен осындай жұлдызша формасын жасап алдым. Сонымен де әсемдеуге қостым. Және де үй жағдайында жасалған мастикадан осындай цифраларды дайындадым. Мінекей достар, кесіп көрсетейін. Холодильникке дайын болған соң 5-6 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде креміміз толық сіңіп, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Мінекей қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шыққан. Көбісі ойлайды екен, бұл тортты қатты болып қалады деп. Жоқ, қатты болып қалмайды. Жұп-жұмсақ торт болып шықты, өте дәмді. Ауызға салғанда ерейтіндей, сондай бір күшті торт болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.